Сәлем достар, мен kanalıma қош келдіңіздер. Біз бүгін осындай дәмді десерт дайындайтын боламыз. Құрамында ешқандай ұн жоқ, пешке салып пісірмейсіздер. Жасау жолы өте оңай, қарапайым, өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және мен kanalıma тіркеліп кетіңіздер. Өте жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар: апельсин, қаймақ, шоколад, желатин, сахарный пудра және кез келген печенье қажет. Ең алдымен печеньемізді ұсақтап аламыз. Енді оған ертілген сары майымызды құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді тавамызға саламыз. Осылай орналастырып шығамыз. Енді болғаннан кейін каланикке сала тұрамыз. Енді апельсинімізді жақсылап сыртын жуып, осылай теркіден өткіземіз. Осылай барлық қабын алып шығасыздар. Енді апельсиннің ортасын кесіп, осылай суын аласыздар. Осы жарайды. Енді желатин қосамыз. Желатин қалалы түрін салған дұрыс, не болмаса ағар-ағар салсаңыздар болады. Енді теркіден шоколадымызды өткіземіз. Дайын. Енді таза ыдысымызға қаймағымызды саламыз. Үстіне сахарный пудра саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді апельсин. Енді ұсақталған шоколадымызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді желатинді ыдысқа құйып, осылай ыссы суға бертіп аламыз. Осылай аз-аздан құйып араластырамыз. Осымен дайын. Енді тавамызға құямыз. Каланикке 3-4 сағатқа қоясыздар. Тегіс жайылу үшін осылай тавамызды ұрамыз. Осымен біздің десертіміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздер ұнайтынына сенімдімін. Мен kanalıma тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Жанат.